саламатсыздарбы. Бүгін сіздерге егов kz'тен қалай тіркелу керек екен, яғни медицинский организацияға қалай тіркелу екенін көрсетемін. Оның үшін сіздің телефон нөміріңіз міндетті түрде егов kz'тің порталына тіркелген болу керек. Егер тіркелген болса, егов kz'ге кіресіздер, егов kz деп жазасыз, мына жерге kz деп жазамыз. Сосын бұл жерде на портал электронный деген осы бірінші шығып тұрған ссылканы басамыз. Осы окна ашылады, осындай бет. Сосын бұл жерде войти деген болады үстінде. Парольдеріңіз болса, сонымен кіресіздер, егер жоқ болса, одноразовый парольмен кіресіздер. Оның үшін жаңа осыны басамыз да, сосын жерге иінді тереміз. Иінді тересіздер. Жаңағыдай телефон нөміріңіз осы жерге жазатыннан міндетті түрде егов порталына тіркелген болу керек. Егер тіркелмеген болса, барып егов сонға не болмасам онлайн түрде тіркеуге болады нөмірді. Сосын войти систему деген басамыз. Сосын осы телефон нөмірге сообщение келеді, код келеді. Мына введите код деген жерде тұрады, осы жерге келген кодты осы жерге жазамыз. Осталось попыток деген тұрады, мына жерде үшеу. Сіз барынша келген кодты дұрыстап жаттап алыңыз, кірген кезде қателеспеу үшін. Егер қате 3 рет терсеңіз, қайта сообщение жіберу сізге қолданып қалады. Сосын оны ашу бір күндей уақыт кетуі мүмкін. Келген кодты тереміз, кейін войти система деген басамыз. Осындай бет ашылады. Сосын осы жерден здравоохранение деген раздел болады, мына ссылка болады. Соны басамыз. Қазір жақындатып көрсетейін сіздерге.
отправить еткен страницаға түсесіздер. Егер қабылдаған болса мына жерде обработка завершена деп тұрады, егер ол қабылдаса. Болды сонымен.